Hello guys, how is your mood? Today is a practical English. Сәлем достар, көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін бізде практикалық ағылшын тілі. Өзіңіз көріп отырғаныңыздай, кітапта сізде практикалық ағылшын тілі ретінде алфавит беріп тұр. Енді ойлайтын шығарсыздар, алфавит не үшін керек? Оны итак та білемін деп, иә? Бірақ енді оның маңыздылығын айта кетейін сіздерге. Алфавитті бәрі білемін дейді, бірақ қаз-қатар айтқан кезде біліп жатады, бірақ ара-арасынан сұрасаң білмей қалып жатады. Енді соның алфавитті кез келген жерінен сұрағанда нақты осы әріптердің айтылуын білу ол бір басқа әңгіме. Сондықтан да сіздермен қазір алфавитті нақты өтейік. Бірінші, өзіміздің алфавитті қаншалықты нақты білеміз, соны тексеріп көрейікші. Ендеше соны тексеру үшін сіздерге қазір аудиофайл қоямын, соны тыңдаңыздар және атаңыздар. Қазір сізге аудиофайлда бір әріпті атайды, сіз соны дәптерлеріңізге жазыңыздар. Кейін дұрыс жауабын сізге беремін. Сонда міне нақты сіздің қаншалықты алфавиттегі әріптерді ажырата аласыз, соныңыз белгілі болады. 1.33 1 A 2 E 3 W 4 I 5 B 6 V 7 J 8 K 9 N Мен достар, қалай, нәтижелерің қалай болды? Ағылшын әріптерін жақсы ажырата білдіңіздер ма? Егер де, мен жақсы біледі екенмін десеңіздер, міндетті түрде чатқа немесе комментарияға жазып кетіңіздер. Ал шатастырған болсаңыздар, онда біздің сабақты ары қарай толығымен көріңіздер. Ағылшын тілінде алфавитте 26 әріп бар. Сол 26 әріптің 6-ы ғана дауысты, қалғанның бәрі дауыссыз. Енді соны міндетті жаттауымыз керек. Алфавитті өздеріңіз жаттап аларсыздар. Бірақ қазір біздің бүгінгі практикалық English'тің тақырыбы How do you spell it? Яғни әріптеп ол қалай деп сұрап тұр. Неге ағылшындықтар әріптеп сұрайды? Әріптеп неге сұрайды? Өйткені өзіңіз білетіндей ағылшын тілінде мысалға F дыбысын бізде екі түрлі жазылады, иә? Біріншісі кәдімгі F әрпі, екіншісі P мен H қосылған кезде F дыбысын беріп тұр. Сондай дыбыстар шатастырмас үшін сіздерге міндетті түрде осы алфавитті дұрыс білу керек. Кейде мысалға адамдардың аттары жазылған кезде есімдері И дыбысын кейде Y, кейде I, кейде I әрпі беріп тұрады. Сол, міне, қайсысын қалай жазу керек? Құжат бойынша сіздің атыңыз қалай дұрыс толтыру керек? Деген сияқты сұрақ туындамас үшін осындай сұрақ қояды. How do you spell your name? How do you spell your surname? Surname дегеніміз фамилия, тегіңіз, name дегеніңіз атыңыз. Ал ендеше бір-екі мысалдарды келтірейік. Мысалға, мына сөзді қараңыздар. Nothing. Яғни, қандай әріптер жазылған бұл жерде? N, O, T, H, I, N, G. Келесі сөз photo. Яғни, кәдімгі F емес бізде F дыбысын беріп тұрған бізде P, H, O, T, O. Міне, әріптеп осылай айтып берілуіңіз керек. Мысалға, келесі сөз country. К дыбысын кейде бізде K әрпі де береді, кейде Q әрпі де береді, кейде C әрпі де береді. Соның қайсысы деген сияқты сұрақ туындауы мүмкін, сондықтан да әріптеп айтудың маңыздылығы міне тағы да осында. Біріншісі әрпі C, O, U, N, T, R
and why. Көрдіңіздер ме, соңындағы country дегенде бізде и дыбысын беріп тұрған why болып тұр. Осындай бір адамның есімі, фамилиясы айтылған кезде осындай кикілжің туып қалмас мақсатында сіз алфавиттік әріпті міндетті түрде дұрыс айта білуіңіз қажет. Бүгінгі сабағымыз тамам. See you the next time. Goodbye.